Бүгін сіздермен сүтті қыз молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін сгущенканы саламыз. Оған жұмыртқа саламыз. Жұмыртқаны жақсылап миксерлеп, жұмсақ сары майды салып, тағы да жақсылап әдемелеп миксерлеп аламыз. Енді осы дайын болған массаға қопсытқышпен ұнды електен өткізіп саламыз. Пергаментная бумага специализированный кондитерлік дүкендерден болмаса паклан деген пергаментный бумагаға молочная девочканы пісіру керек. Әйтпесе жай қағаздарға ол жабысып қалады. Себебі молочная девочканың тестасы өте нәзік. Пергаментный бумагамен форманы осылай ойып аламыз. Дайын болған ортасына 2-2 қасықтан тестаны салып, тегіс қылып жағып шығамыз. Пешті 180 градусқа қыздырып 3-4 минуттан пісіріп аламыз. Менде осылай 9 шелпек осылай жасадым. Шелпек қылып 9. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге тоңазытқышта тұрған салқын сливки керек. Міндетті түрде салқын болу керек. Осында творожный сыр салмауға болады. Мен бірақ кішкене салдым, 100 грамм ғана. Және 2 қасық қойылған сүт, сгущенка, сосын 50 грамм сахарная пудра. Астында міндетті түрде описанияда барлығы жазылатын болады. Сүтті осылай, сливкиді осылай қойытылғанша араластырамыз. Венчиктің осылай іздері қала бастағанда сливки бізде дайын болып қалды деген сөз. Дайын болған корждарды осылай тірілкемен болмаса осындай формалармен осылай кесіп аламыз. Түп-түзу болу үшін бұлай жасамасаңыздар да болады. Пергаментный бумаганы осылай астымен пышақпен алуға да болады, болмаса жай пергаменттің өзінен де жақсы алынады. Бұлай алсаңыз, келесі жолы пергаментті тағы да пайдалануға болады. Молочная девочканың коржы өте жұмсақ, байқау керек. Осылай барлығын істеп аламыз. Жан-жағына алып тастаймыз. Міне пергаментный бумагадан өте оңай алына береді. Келесі жолда екінші рет пайдалансаңыздар болады пергаментный бумагадан. Енді тортты собирать етеміз. Тортты кольцода болмаса
жай кольцосыз да собирать етуге болады. 2,5 қасықтан осылай примерно сливкидан кетті. Менде ацетатный бумага бар, бұл міндетті емес. Осылай тортты жайлап собирать етіп аламыз. Сөйтіп қалауымызша әрлейміз. Мен тортты диаметрі 24-тік формада пісірдім. Торттың салмағы 1,5 килограмм шықты. Мен тортты изомальтпен және понимен әрледім. Пони шоколадный пони. Изомальтпен қалай жұмыс істеу керектігін келесі видеода көрсетемін. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Өте дәмді әрі өте нәзік болып шығады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Әлі де сіздермен неше түрлі тәтті рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.